Бәріне сәлем. Бір кездері Самостың Пифагоры сандар әлемді басқарады деп айт. Және қария үзілді кесілді дұрыс айт. Шынында да, ежелгі гректер заманынан бері сұлулық пен үйлесімділік білімнің түпкі мақсаты ретінде анықталды. Суретші сұлулықтан шындықты таба білді, ал ғалым шындықтағы сұлулықты бағалай білді. Бүгін біз ортасында тұрған шындық туралы сөйлесетін боламыз. Бірақ қарапайым орта емес, алтын орта. Өйткені ол алтын орта жай ғана бар емес, ал меніңше ол шоуды шынымен жүргізіп жатқан сияқты. Сіз отырғыңыз келетін бос орындықты елестетіп көріңізші. Сіз қайда отырасыз? Ортасында, немесе шетінде, немесе құдай қалай қаласа. Біздің көпшілігіміз мүлдем ойланбастан орталықтан сәл қашықтырда интуитивті түрде отырамыз. Бұл расталған факт. Егер сіз жартылай бос кинотеатрда немесе тұсаукесер залында болсаңыз, дәл солай болады. Бірақ бұл не? Бізге белгілі бір жолмен әрекет ететін жасырын, әлі белгісіз механизмнің кездейсоқтығы немесе көрінісі, үйлесімділік пен пропорцияның арасында қандай да бір байланыс бар ма? Немесе бұл біздің қиялымыздың жемісі ме? Өткеннің данагөйлерін анықтауға тырысайық, және жабайы табиғатта жауап іздейік. Алтын қатынас әмбебап сандық константа. Барлық объектілерді, жүйелерді және процестерді дамытуға өте ыңғайлы. Тек осы нүктеде біздің дәуірімізге дейінгі 300 жыл ішінде өмір сүрген Александрия Евклидінің айтуы бойынша тепе-теңдік мүмкін. Тұтастай оның бөліктермен де және жеке бөліктермен. Мысалды қарастырайық. Кесіндінің оның жиектеріне қатысты осындай бөлінуімен бүкіл кесінді А оның үлкен Б бөлігінің қатынасы үлкен Б-ның кіші С-ға қатынасына дейін. Арифметикада алтын қатынас форманың қарапайым квадрат теңдеуіне сәйкес келеді. X квадрат минус X минус 1 нөлге тең болады. Оның шешімі белгілі бір фи саны 1,618-ге тең болады. Ал дәлірек айтқанда 1,61834. Сонымен қатар 0,618 кері саны одан 1-ге ерекшеленеді. Сондықтан негізгі алтын сандар қатаң айтқанда екеу. Сандарды есте сақтауды жеңілдету үшін кейде бірінші санды мажор деп атайды, ал екінші санды минор деп атайды. Сондай-ақ, бұл табиғаттағы жалғыз сан. Ол дәл біреуіне кері мәннен үлкен. Пифагордан Платонға дейінгі барлық уақыттағы ең жақсы математиктер мен философтар Леонардо да Винчи мен Лука Паччолиға дейін 5-ші мыңжылдыққа жоқ алтын пропорцияның құндылығы туралы дауласқан. Олар ең белсенді шығармашылық тұлғалар туралы дауласып жатқанда, оларды ең жақсы туындыларында қолданды. Бүгінгі күнге дейін сақталған ең көне алтын ежелгі Египет ескерткіші Саккардағы сәулетші Хесирдің қабірі. Оны архитектуралық канон академиясы деп атауға болады. Хесир кесенесінің негізі алтын пропорцияға ие. Дәл осындай қатынасты Гизадағы пирамидалардың сәулетшілері, Абидостағы Пергаон торының ғибадатханасы, Афиныдағы Парфенон құрылысшылары және Гранададағы Альгамбра қолданды. Фидиас ескерткіші, Мона Лиза және Леонардоның соңғы кеші, Бахтың кеш фугасы және Страдивариус скрипкасы мүсіндері, мұның бәрі алтын бөліктің пропорциясын практикалық қолданудың нәтижесі. Бірақ ең бастысы, өткеннің ақылдылары алтын шара өзін жабайы табиғаттан тізбекте алатын анықтай алды. Фибоначчидің сандық тізбегі бізге бұған көз жеткізуге көмектеседі. Фибоначчи деген атпен белгілі итальяндық монах пен математик Леонардо Спизаның есімі алтын бөлімінің тарихымен байланысты. 1202 жылы оның есеп тақтасы туралы еңбегі жарық көрді. Қиындықтардың бірінде қызығушылық танытқан монах шіркеуден тыс гипотетикалық сұрақ қойды. Бір жұптан бір жыл ішінде қанша жұп қоян пайда болуы мүмкін? Қояндардың құнарлылығын ескере отырып, айлар бойынша ұсынылған немесе ықтимал шешімдердің бірі осылай ұшып келді. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 және тағы басқалар. Сонымен қатар, осы ретпен әрбір келесі элемент 3-тен бастап алдыңғы 2-ның қосындысына тең болды. Сәйкесінше 2 қосу 3 5-ке тең, 3 қосу 5 8-ге тең, 5 қосу 8 13-ке тең болды және тағы да басқасы. Фибоначчи өз идеясын одан әрі қарай дамытты.
ол терезедегі өсімдіктерді байқай бастады. Ол алдымен тесілген сабақта бір жапырақ пайда болғанын байқады. Оның артында тағы бір жапырақ пайда болған, содан кейін 2, 3, 5, 8 болғанын байқады. Сол принцип бойынша ағаш бұтақтары да дамыды. Көп ұзамай оның болжамдарын растайтын мысалдар көбейе түсті. Бірақ аралас сандарды ретпен бөлудің нәтижесі қызықты болды. Сөйтсе, бұл қарым-қатынас кейіннен санның алдыңғы ұлғаюымен бірқатар алтын қимасына да ұмтылды. Фибоначчидің аралас сандарына тең жақтары бір тікбұрыш алтын деп аталды. Көптеген алтын тікбұрыштармен біз Фибоначчи спиралі мен алтын спиральді оңай жасай аламыз. Алтын қатынас сияқты спираль дамудың негізгі заңдарының бірін көрсетеді, және біз оны әртүрлі масштабтарда көре аламыз. Мысалы, конустардан, күнбағыстан, раковинадан және ананастан айналмалы циклондарға, галактикаларға және дәретханадағы су төгуге дейін. Кәдімгі геометриялық спиральді таза алтынға не айналдырады? Неліктен бұл пропорция табиғатта кең таралған? Сіз өз нұсқаларыңызды жазып жатқанда мен жалғастырамын. 1855 жылы неміс физиологы бір алтын пропорцияның ауқымды зерттеулерін аяқтады. 2000-нан астам адамның денесін өлшеді. Зерттеуші бір тұжырымға келді. Алтын пропорция өзін бір тұтас форма құрай алатын үлгі ретінде көрсетті. Орташа алғанда дененің пропорциялары 1,625 мыңға ұмтылды. 13-ті 8-ге бөлу нәтижесінде де ондай болды. Бұл алтын бөлімге өте жақын. Жаңа туылған нәрестелердің көпшілігінде пропорция 1-ден 1-ге дейін болды. 13 жасында ол 1,6-ға көтерілді. Ал 21 жылға қарай ол кемелді мәндерге жақындады. Алтын бөліктің пропорциялары дененің басқа бөліктері үшін де, бет үшін де әділ. Білек, қол, саусақ және тағы да басқалар. Сіз күткендей, алынған барлық қатынастар бізге таныс Фибоначчи қатарына керемет түрде жазылды. Қазіргі заманғы ғылым барлық заттардың өлшемі бар және нақты сандық мәндермен көрінеді деген қорытындыға келді. ДНК молекуласы бір-бірімен тігінен байланысқан екі спиральдан тұрады. Олардың әрқайсының ұзындығы 34 ангстремді құрайды. Ені 21 ангстрем болады. Фибоначчи тізбегінің 34 және 21 іргелес сандарын байқау үшін мен данышпан болуым керек емес. ДНК молекуласының логарифмдік спираль ұзындығының оның еніне қатынасы сол алтын ортаны құрайды. Бір 1990 жылы IBM қызметкері француз Жан Перес бұрыш ДНК нуклеотидтерінің тұрақты геометриялық құрылымдарда ұйымдастырылғанын анықтады. Ол оларды резонанс деп атады. Резонанстар Фибоначчи сандарына сәйкес ДНК нуклеотидтерінің бөлінуін қамтамасыз ететін ерекше тізбекті құрайды. Табылған үлгі генетикалық кодтың кез келген бөлігіне дұрыс болды. Зерттеуші оны ДНК супрокоды деп атады. Содан кейін бұл үлгіні бірнеше рет сынап, көптеген көрнекті биологтар есептеулерді растады. Атап айтқанда, СПИД вирусының ДНК-сын ашқан профессор және Нобель сыйлығының лауреаты Люк Монтанье. 1929 жылы неміс физиологы Бергер адам миындағы электр тербелістерін ашты және жиіліктің жоғарылауымен мидың белсенділігі артатынын анықтады. Бүгінгі таңда аралық белгісіз 5 негізгі күйді есептемегенде олардың толқындық жиіліктері сәйкес келеді. Бұл жағдай гамма шамадан тыс 30-дан 170 герцке дейін, бета ояту 14-тен 30 герцке дейін, альфа ұйықтау 8-ден 14 герцке дейін және дельта 1-ден 4 герцке дейін, ұйқы немесе медитация. Мидың электрлік белсенділігін зерттеу осы күндері жүргізілген таңғажайып нәрсе көрсетті. Шекаралық мәндерінің қатынасы жиілік диапазоны біз оянатын су 1,62 мәніне жақындайды, яғни алтын санға. Дәл осы жағдайда алтын қатынас жиілігінде біздің айналымызбен ақпараттық резонансқа ене отырып, біз қуаныш, жеңілдік және ішкі жайлылық сезімін сезінеміз. Сондықтан біз мұны табиғатпен қарым-қатынаста айқын сезінеміз және бейсаналық түрде бос орындықта алтын құйманы іздейміз. Фибоначчидің сандық тізбегі ақша табуға көмектесе ала ма? Сарапшылар иә деп санайды.
Оның негізінде бұрыннан дамыған сауда құралдары мен стратегиялар сәтті қолданылады. Трейдерлер оны қаржы нарықтарында белсенді пайдаланады. Белгілі Dow Jones индекс қозғалысы толқындардың ағылып келуі мен кетуіндегі ырғақтарына бағынады. Бұл Эллиоттың толқындық теориясымен сипатталған. Бұл тәуелділік өзгеріссіз қалады. Ол сол фи минор мен бірқатар Фибоначчиге сүйенеді. Табиғат заңы ғаламның құпиясы кітабында бұл туралы Ральф Эллиоттың өзі айтады. Кез келген адам іс-әрекетінің үш ерекшелігі бар: форма, уақыт және қатынас. Олардың барлығы Фибоначчи тізбегіне бағынады. Әрине, көптеген білгір және ақылды адамдар қазірдің өзінде сұрақ қойды. Неге бұл пропорция біздің әлемдегі кез келген процестің негізіне айналды? Осы сұраққа жауап беру кезінде ғалымдар бір шешімге келді. Алтын қима бұл тірі жаратылыстар мен процестердің энергетикалық неғұрлым ашығын әдісімен дамыта алатын формасы. Жеке өзім мұндай кемелдік кездейсоқ пайда бола алмады деп ойлаймын. Менің ойымша, бұл жерде жаратушының көрінбейтін қолы айқын көрінеді. Бұл мүмкін. Егер сіз осындай бейнелерді көбірек көргіңіз келсе, лайк басып репост жасаңыз. Ал әзірше қош болыңыз.